Украинадағы соғыс әлем экономикасын оңдырмады. Онсыз да коронавирус пандемиясынан кейін енді еш жинап келе жатқанда, Ресейдің Украинаға жасаған шабуылы, әлемдік қауымдастықтың бұған жауап ретінде төпелеткен санкциялары жаһандық экономиканы тығырыққа тіреді. Сарапшылардың болжамынша 100-ден астам елдің экономикасы тежеліп, инфляция одан әрі шарықтай бермек. Армысыздар, эфирде әлем бағдарламасы, студиядан Өрбек Жәлел. Алда көретіндеріңіз. Бүгін Украинадағы соғыстың 53-ші күні Біріккен ұлттар ұйымы шетелге қашқан украиналық босқындар саны 5 миллионға жуықтағанын жариялады. Тілшіміз Аида Қыдырбай Бельгиядағы босқындардың жай-күйін баяндайды. Ұлыбританияда 5 миллионнан астам адам жұмыссыз жүр. Ал әрбір 12-ші тұрғын әлеуметтік тауарларды несиеге алуға мәжбүр. Жығылғанға жұдырық болып, осы айда газ бен электр энергиясы 54%-ке қымбаттаған. Коронавирус әлі қауіпті. Тіпті кей елдерде эпидахуал қайтадан нашарлап жатыр. Вирустың жаңа штамдарының таралуын бақылап отырған ғалымдар қоғамдық денсаулыққа төнген қатер әлі тарқамады дейді. Біріккен ұлттар ұйымы украиналық босқындардың саны 4,5 миллион адамнан асқанын мәлімдеді. Туған жерін тастап қашуға мәжбүр болған босқындардың тең жартысы жасөспірім балалар. Украиналықтарға уақытша қорғаныс кепілдігін беруді әсіресе Еуропа елдері жүйелендірді. Оның ішінде Бельгия корольдігі ірі және шағын шаһарларында босқындар үшін лагерлер құра бастады. Осындай лагердің бірінен Аида Қыдырбай босқындармен тілдесіп қайтты. Украинадағы әскери қақтығыстың бүгін 53-ші күні. Елде соғыс әлі тоқтаған жоқ. Біріккен ұлттар ұйымының ресми мәліметі шетелге қашқан украиналық босқындардың саны 5 миллионға жуықтағанын жариялайды. 6 жасар немересімен Харьков қаласынан жыраққа қашуға мәжбүр болған Владимир қазір Бельгияда. Немерем үшін ғана жанымды шүберекке түйдім дейді ақсақал. Бала келесі сейсенбіде жергілікті мектепке бармақшы. Дей тұрғанмен ракета мен снарядтың дауысынан бүлдіршін әбден шошып қалған. Әлі күнге дейін ұшақтың дауысынан үрей ұшады. Немереммен жертөледе 5 күндей тығылып отырдық. Сосын көрші ауылда жасырындық. Ол жердегі үй әуежайға жақын болған соң оқ сол жерде атылды. Бала снарядты да ракетаны да көрді. Тыныштық іздеп осы жаққа дейін жеттік міне. 6 жасар ұлын жетектеп Европадағы лагерге жеткен босқынның тағы бірі Аня. Ол Бельгияға Бердянск қаласынан келген. Бұл зұлматтың барлығы уақытша деп сенемдейді украиналық босқын ана. У меня там 2 брата. Екі бауырым мен жолдасым Украинада қалды. Уайымдап жүрмін қатты. Балам осы сейсенбіде сабаққа жазылды. Барлығы уақытша деп сенемін. Үйге қайтатын күн алыс емес. Владимирда Аняда қазір күні Бельгияның Лёвен қаласындағы лагерде уақытша күн кешіп жатыр. Босқындардың мұндай лагері бүгінгі күнге дейін 150 украиналықты қабылдаған. Әлде 200 босқынды қарсы алуға әзірлік жүргізіліп жатыр. Жалпы Бельгия корольдігінде босқын ретінде ресми тіркелген украиналықтардың саны 6000-ға жуықтайды. Босқындарға көмек мемлекеттік және қалалық деңгейде ғана емес, еріктілер тарапынан да көрсетіліп жатыр. Очень много инициатив. Соғыс басталған алғашқы күннен бастап Бельгия көмек беру үшін бірден ұйымдаса алды. 20-40 орындық автобус жалдап Польша шекарасынан босқындарды өздері күтіп алатын еріктілер өте көп болды. Украиналықтар қонақүй жанұяда орналастырып жатыр. Не болмаса Бельгияның қала мэриясы босқындар тұратын осындай лагер жасақтады. Түрлі бастамалар ұсынамыз. Мемлекет қана емес, Украина үшін жаны ашитын жалғыз адамда көмек көрсете алады. Тамаша табиғат аясында орналасқан бұл лагер украиналықтарға уақытша пана болады деп сенеміз. Дей тұрған мен шет елден пана таба алмай үйлеріне Украинаға оралған босқындардың саны күніне 30 000 адамды құрайды. Бұл туралы Украинаның кеден қызметі мәлімдейді. Әзірге ел билігі тұрғындарды тыныштық орнамайынша туған жерге шақырмайды, өйткені Украинаның бірде-бір өңірі адам денсаулығы үшін, адам өмір үшін қауіпсіз емес. Аида Қыдырбай, Дмитрий Рогач, әлем бағдарламасы үшін Бельгия корольдігіне. Украинада соғыс басталғалы әуе шабуылдарынан бұқаралық ақпарат құралдарының 20 қызметкері қаза тапты. Бұл статистиканы Украинаның ұлттық журналистер одағы жариялады. Оның ішінде операторлар мен тілшілер де бар. Марқұмдардың арасында шетелдік бақ өкілдері де кездеседі. Мамандардың айтуынша осыдан 1 апта бұрын қара тізімде 18 тілші болған. Тақауда медиа саласындағы тағы 2 маманның көз жұмғаны белгілі болды.
Ресейге салынып жатқан санкциялар легі осы аптада да жалғасын тапты. Жапония 400-ге жуық азаматтың активтерін бұғаттады. Бұдан бөлек ресейлік алкогольді сусындар мен техниканы импорттауға тыйым салды. Қазір Жапон билігі көмірден де бас тарту жағын қарастырып жатыр. Ал Франция Ресейдің тағы 6 дипломатын елден қуды. Францияның арнайы қызметі тергеу жүргізіп, Ресей елшілігінің қызметкерлері елдің ұлттық мүддесіне қарсы жұмыс істеді деген қорытындыға келген. Австралия болса Ресейге қарсы салған санкциялардың тізімін кеңейтті. Оған 14 компания қосылды. Арасында Газпром, Транснефть, КАМАЗ бар. Елдің сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша бұл шаралар Ресей экономикасын құлдыратуға бағытталған. Өз кезегінде ақш Ресейдің өзіне салынған санкцияларды айналып өтуін болдырмауға бағытталған шараларды қолға ала бастады. Бұл туралы жуырда Джо Байденнің кеңесшісі хабарлады. Менің ойымша, алдағы бір немесе 2 аптада арнайы хабарламалар жасалады. Онда Ресей аумағында немесе одан тыс жерлерде салынған санкциялардан жалтаруға ықпал етуге тырысып жатқан нысандар айтылады. Өз кезегінде Ресей қолдан келгенше санкцияларға қарсы жауап беруге тырысып жатыр. Мәселен, көрші ел жуырда Ұлыбританияның шектеулеріне ерегісіп, корольдіктің 13 саясаткерін персона нон грата деп жариялады. Олардың арасында премьер-министр Борис Джонсон мен бұрынғы үкімет басшысы Тереза Мэй бар. Ресей сыртқы істер министрлігінің хабарлауынша бұл тізім әлі де ұзарады. Ресей Украинаға қарсы шабуылын бастағалы бері ресми Лондон Мәскеуге қарсы бірнеше рет санкция салған еді. Оған Владимир Путин, Сергей Лавров, Роман Абрамович секілді саясаткерлер мен олигархтар ілікті. Бұдан бөлек бірқатар ресейлік банктың активтері де бұғатталған. Әлемдегі күрделі ахуалдың салдарынан инфляция деңгейі көтеріліп кетті. Украинада қарулы қақтығыс, Ресейге салынып жатқан санкциялар жағдайды одан әрі ушықтырып отыр. Жаһанды қос бүйірден қысқан қымбатшылық жайлы шетелдік шолушымыз Ернат Мельсұлы айтып берсін. ақш-тағы жылдық инфляция соңғы 40 жылда алғаш рет 8%-тен асты. Экономистер бұған мұнай шикізаты мен басқа тауарлардың қымбаттауы себеп дейді. Сондай Financial Times'тың хабарлауынша инфляцияға Украинадағы соғыста кері әсер етті. Негізі кері кету үрдісі пандемия кезінде басталған. Коронавирустың кесірінен фабрикалар жабылып, тауар жеткізу ісі бұзылды. Дәл қазір бізде азық-түлік және жанармай дағдарысы қатты ушығып тұр. Тауар жеткізу ісінде пайда болған кедергілерді реттеуге әлі біраз уақыт керек болады. ақш-тың федералды қор жүйесіне жыл бойы пайыздық мөлшерлемені көтеру керек. Тек сонда ғана бейтарап деңгейге жетуге болады деп сенем. Америкалықтар қымбатшылық сезіліп жатқанын айтады. Осыған байланысты президент Джо Байденді қолдау рейтингісі төмендеп барады. Оның Франциядағы әріптесінің де бәсі төмендей бастады. Президент сайлауының екінші кезеңіне жолдама алған Эммануэль Макрон үшін осы инфляция нағыз сынақ болғалы тұр. Бұған дейін Париж газ және энергетика саласына көмек қаржы бөлу арқылы бағаларды ұстап тұрған еді. Десе де соңғы 12 айда инфляция деңгейі 5,1% құрады. Мұндай көрсеткішті экономистердің өзі күткен жоқ. Аргентинада халық бас көтерді. Бұл елде наурыздағы инфляция деңгейі 6,5%-тен асты. Қымбатшылыққа наразы мыңдаған адам Буэнос-Айрестің басты көшесіне шеруге шықты. Олар жәрдемақыны өсіруді және жаңа жұмыс орындарын ашуды талап етті. Әйтпесе елде жұмыссыздар саны рекордты көлемде көбейіп барады. Билік пандемия кезінде 3,5 миллионнан астам тұрғын жұмыссыз қалғанын мәлімдеді. Қазір инфляция деңгейі 6%-тен асты. Азық-түлік бағасы удай, бірақ жалақының өсетін түрі жоқ. Қалай күн көреміз? Ақша су сияқты болып қалды. Түк құны жоқ. Отбасымды қалай асырарымды білмеймін. Жұмыс мүлде жоқ. Ресейдегі жылдық инфляция 17,5%-тен асып түсті. Бұл осы елдің экономикалық даму министрлігінің мәліметі. Сондай Reuters агенттігі бұл 2002 жылдың ақпаннан бері тіркелген ең жоғары көрсеткіш екенін хабарлады. Көкөніс, қант, киім-кешек, смартфон бәрі қымбаттап жатыр. Сәуірдің 2 мен 8 аралығында маргарин, шай, шоколад кәмпиттері, печенье, макарон, еттің бағасы тағы көтерілді. Ресей банкі ақпанның аяғында мөлшерлемені 2 есе 20%-ке дейін арттырып, 8 сәуірде ғана 17%-ке төмендетті. Ұлыбританияда миллиондаған адам қымбатшылықтың азабын тартуда. Азық-түліктің өзін несиеге сатып алып жүргендер көп. Екі қолға бір күрек таппаған 5 миллионнан астам адамға тіпті қиын. Биліктегілер болса, жәрдемақыға күнелткендерді емес, еңбекпен қамтылғандарды қолдағысы келеді. Лондондағы тілшіміз Ғалымжан Қараманұлы тарқатып айтып береді.
Ұлыбританияда әрбір 12 адам бірінші қажеттіліктегі тауарларды несиеге сатып алуға мәжбүр. Азық-түлік пен күнделікті тұрмысқа керек заттардың ақысын олар жалақы алғаннан кейін қайтарып жүр. Бірақ халықтың басым бөлігі үшін ол да қолжетімсіз. Өйткені Біріккен Корольдікте еңбек етуге жарамды болғанымен мемлекеттік жәрдемақыға ғана күнелтетіндер көп. Статистикаға сәйкес олардың қатарына жұмыссыздар, науқас адамдар және басқа да экономикалық тұрғыда белсенді емес азаматтар кіреді. Қаржы министрі Риши Сунак болса, әлеуметтік осал топтарға қосымша қолдау білдіруден бас тартып отыр. Бірде бір үкімет проблемаларды түгел шеше алмайды, әсіресе жаһандық инфляциямен күрес кезінде. Бұл менің бақылауымнан тыс дүние. Біз тек жұмыс істейтіндердің табыс салығының базалық мөлшерлемесін азайта аламыз. Елде 1 сәуірден бастап көгілдір отын мен электр энергиясының бағасы 54%-ке өсті. Отбасылық бюджеттің көп бөлігі тамақ пен коммуналдық төлемдерді төлеуге кетіп жатыр. Бұл халықтың 1/1 бөлігі, яғни 3 ай ішінде ең кедей топтар үшін инфляция деңгейі 10,5%-ке өседі деген сөз. Ал әлеуметтік жәрдемақы көлемі бар болғаны 3,1%-ке көбеймек. Қаржы министрі шынайы өмірдің қатал фактілерін назарға алмай отыр. Біздің есептеулерімізге сәйкес 1,5 миллионға жуық адам, оның ішінде 2,5 миллион бала кіреді. Кедейлік шегінде өмір сүрмек. Лондон университеттік колледжі жүргізген соңғы әлеуметтік зерттеуге сәйкес, британиялықтардың басым көпшілігі денсаулығына емес, қаржылық жағдайына алаңдаулы. Егер сауалнамаға қатысқан халықтың 32% қаңтар айында коронавирус жұқтырып аламын деп қорықса, қазір олардың 38%-ын ақшасыз қаламын ба деген ой жиі мазалайды. Депрессияға түскендердің саны артып барады. Пандемиядан кейін қалыпты өмірге қайта оралуымыз көпшілік күткендей психологиялық тұрғыда оң өзгерістер әкелді. Енді халық ковидті емес, ақша ойлап, қорқыныш сезімдері еселеніп жатыр. Бұл адамның бойында жаңа психологиялық стресстердің басым болғандығының белгісі. 10 жылға созылған жаһандық қаржы дағдарысы, Брексит және пандемия. Олардың қатарына енді Украинадағы жағдай қосылып, осал әлеуметтік топтарға қауіп төндіріп отыр дейді кедейшілікпен күрес жөніндегі компания өкілдері. Қаржы министрінің беделі түсіп, биліктегі консервативтік партияның да, оппозицияның да сынына ұшырап жатыр. Оған қоса локдаун кезінде үкімет басшысы Борис Джонсонмен бірге сауық кешіне қатысқан үшін Риши Сунактың айыппұл арқалағаны тағы бар. Соңғы зерттеулерге сәйкес сауалнамаға қатысқан британиялықтардың 55% басы даудан арылмаған биліктің отставкаға кетуін талап етіп отыр. Ғалымжан Қараманұлы, Британия, Лондон, арнайы әлем бағдарламасы үшін. Хабарымыздан ары қарай көретіндеріңіз. Қытайдағы жалпыұлттық локдаунда әлемдік экономикаға кесірін тигізіп отыр. Тіпті Еуроодақтың өндірістік палатасы қатаң шаралар тауар логистикасына әсер еткенін айтып, Қытай үкіметіне хат жолдаған. ақш халқына көшеге бейқам шығу мұң, өйткені кез келген уақытта есерсоқ біреу қойыннан қару шығарып атыс бастайды деп қорқады. Нью-Йорк метросындағы қырғыннан кейін Құрама Штаттарда нөмірсіз қаруға бақылау күшейтілмек. Табиғат неге ашулы? Соңғы уақытта табиғи апаттар жиілеп барады. Бір елде алапат тасқын жүрсе, енді бірінде аптап ыстықтан адамдар қырылып жатыр. Құрғақшылық салдарынан қызылша, сары безгек және тырысқақ індеттері қайта өрши бастаған. 1 наурыздан бері Шанхайда ковид жұқтырғандардың саны 340 мыңға жеткен. Мұндай көрсеткіш тіпті 2020 жылы Уханьда болған емес. 25 миллион халқы бар Шанхай локдаунға ұшырады. Қатаң шектеудің салдарынан зардап шеккендер бар. Локдаунның кесірі Қытайдың ғана емес, күллі әлем экономикасына кері әсері тиіп жатыр. Осы аптада әлеуметтік желіде Шанхай тұрғындары мен полицейлердің қақтығысы бейнеленген жазба тарады. Мәлім болғандай, ғимаратының карантин бекетіне айналдыру үшін бірнеше отбасыны басқа жерге көшірмек болған. Алайда кей тұрғын бұған келісе қоймады. Науқастарды қабылдауға ауруханалардағы төсек саны 270 мыңға ұлғайтылды, ал вирусты жұқтырғандардың саны 300 мыңнан асқан. Олармен байланыста болғандарды оқшаулауға тағы орын керек. Наурыздың 28-ші күні 10 күнге жарияланған локдаун белгісіз мерзімге тағы созылды. Никто не знает, когда нас выпустят. Примерно. Бізді қашан босататынын нақты ешкім білмейді. Бейресми мәлімет қана бар. Оның өзінде біреулер шектеу 18 мамырда, енді біреулер 1 мамырда алынады дейді. Күн сайын тест тапсырамыз. Өз-өзімізді тексеру үшін бізге мынадай тест пакет береді. Әр 5 күн сайын төменге түсіп кезекке тұрамыз. Сөйтіп тест тапсырамыз. Адамдар қажыда. Гуманитарлық дағдарыс басталды. Азық-түлік жетіспейді. Бәрі қымбаттады.
Локдаунның салдарынан Шанхайда мұздатқыш пен тоңазытқыштың бағасы 2,5 есеге қымбаттады. Өйткені тұрғындар азықты молда алып алып сақтауға тырысады. Спорт бұйымдарына да сұраныс күрт өскен. Үйде қамалған жұрт барынша амалдауға кіріскен. Бәрінен де тәулік бойы жұмыс істеуге мәжбүр денсаулық сақтау қызметкерлеріне қиын. Коронавируспен күресеміз деп өзге науқастарға көңіл бөлуге мұршасы жоқ. Медициналық жәрдем көрсетілмегендіктен басқа аурудан өлім-жітім көбейіп кетті. Сондықтан билік ковид жұқтырмаған науқастарды уақытылы қабылдауды міндеттеді. Эпидемияның алдын алу және коронавируспен күрес бойынша бас хатшының нұсқаулығын орындадық. Шанхай тұрғындарын мұндай саяси шешімге түсіністікпен қарап бір-біріне қолдау көрсеткендер үшін алғыс білдіреміз. Эпидемиямен шайқаста жеңіп шығатынымызға сенеміз. Күн сайын 20 мыңнан аса адам вирус жұқтырады. Осыған қарамастан Шанхайдағы шектеу сәл босаңсыды. Кейлердің тұрғындарына сыртқа шығуға рұқсат етілді, бірақ үйден алысқа ұзауға болмайды. Мыңға жуық супермаркет қайта ашылған. Электронды коммерцияның платформалары да көмекке келді. Курьерлер мен роботтар керек жарақты үйге жеткізіп береді. Коронавирустың таралуына тоқтау салу үшін Қытай билігі осындай қатаң шараға барған. Алайда Шанхайдағы локдаунның салдарынан бірқатар өндіріс жұмысын тоқтатты. Бұл Қытай ғана емес, әлемдік экономикасына кесірін тигізіп отыр. Осы аптада Еуроодақтың өндірістік палатасы локдаунның кесірі тауар логистикасына тигенін айтып, Қытай үкіметіне хат жолдаған еді. Өйткені Шанхай машина құрастыру, чип және фармацевтика сынды ауқымды өндіріс орталығы саналады. Алайда Қытай билігі бұл қиындықтардың уақытша екенін айтады. Сөйтіп, жалпы ішкі өнім наурыз айындағы көрсеткіш, яғни 5,5% деңгейінде деп болжап отыр. Жалпы Шанхайдан бөлек Қытайдың тағы 70 қаласында түрлі дәрежедегі шектеу енгізілген. Экономистер болса, Қытай экономикасының өсімі сәл тәжелетінін айтады. Ботагөз Сырғабаева, Бақыт Топтаева, арнайы әлем бағдарламасы үшін Қытай. Әлемде коронавирус жұқтырудың 504 миллионнан астам дерегі тіркелді. Пандемия басталғалы 6 миллион 200 мыңнан астам адам індеттен көз жұмған. Жалпы бұл аптадағы өлім-жітім көрсеткіші ең төменгі деңгейде. Дегенмен арқаны кеңге салуға әлі ерте. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының хабарлауынша кей елдерде індеттің тоқтайтын түрі жоқ. Тіпті керісінше күшейіп барады. Салдарынан денсаулық сақтау жүйесіне салмақ түсті. Сондықтан COVID-19 бойынша төтенше жағдай комитеті осы аптада өткен жиында қоғамдық денсаулыққа төнген қатер әлі тарқамады деген қорытындыға келген. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының ғалымдары жаһандағы мыңдаған сарапшымен бірге қазір SARS-CoV-2 вирусының таралуын бақылап отыр. Бүгінде омикронның бірнеше түрін жіті бақылап отырмыз. Оның ішінде BA2, BA4 және BA5, сондай-ақ BA1 және BA2-ден пайда болған басқа да түрін анықтадық. Бұл вирус жылдам таралып, тіпті өлімге келуі мүмкін. Әсіресе иммунитеті төмен әрі вакциналмаған, сонымен бірге денсаулығын күтуге шамасы жоқтарға қауіп төндіреді. Қорғанудың ең тиімді жолы вакцина алып, бустерлік дозаны салғызу. Ақшта атыс қаруымен жасалатын қылмыс саны өсіп барады. Осы аптаның өзінде елдің бірнеше штатында тұрғындарға оқ атылып, талай адамның өмірі қиылды. Солардың бірі Нью-Йорк метросындағы қырғын. Абырой болғанда қайтыс болғандар жоқ және арам пиғылдылар құрықталды. Алайда қылмыскер қолға түскенмен қару мәселесі жойылған жоқ дейді мамандар. Ақштағы тілшіміз Талғат Алманов тарқатсын. 62 жастағы Фрэнк Джеймс Нью-Йорк метросындағы жолаушыларға 33 рет оқ атып, 10 адамды жарақаттады. Оқиға орнынан ізін суытып үлгерген ол көп замай қолға түсті. Оның мұндай әрекетке не себепті барған әзірге белгісіз, бірақ белгілісі ол бұл шабуылды арнайы жоспарлап ұйымдастырған дейді полиция өкілдері. Және бұл осы аптадағы жалғыз жан түршігерлік оқиға емес. Нью-Йорк әкімі Эрик Адамс мұндай кейстердің қайталанбауы үшін мәселенің шығу себептерін және онымен күрес жолдарын жүйелік түрде қарастыру керек деп ескертті. Мэрдің бұлай айтуға жөні бар, себебі атыс қаруымен күрес күрделі мәселе. Қысқа мерзімді әрекеттерден бөлек, ұзақ мерзімді күрес жолдары дұрыс жолға қойылу керек. Ойлаңызшы, қазір ақшта 400 миллион қару қолжетімді және қылмыс жасауға түрткі болатын әлеуметтік, экономикалық және саяси себептерге де көңіл аудару керек. Себебі дәл осы себептер кейбір адамның қазіргі жүйеге деген ашу ызасын қоздырып, тіпті адамдардың өз-өзіне көңілсіз болуына алып келуі мүмкін.
Шындығында да бұл сөздің жаны бар, себебі ақш бойынша атыс қаруынан қайтыс болғандардың басым бөлігі, яғни 54% өз-өзіне қол жұмсағандар екен. ақштың ауруларды бақылау және алдын алу орталығының мәліметі бойынша. Және оған тағы қару-жарақтың барынша қол жетімді екендігін қосыңыз. Қару алу үшін ақшта 18 жастан асып, ақыл есіңіз дұрыс болса болды. Мен күнделікті жұмысқа барғанда немесе қоғамдық көлікке мінгенде қорқам. Кімнің қандай пиғылы бар екенін білмейсіз. Және қару ұстап жүруі мүмкін. Меніңше жағдай ушқа береді. Жақсаратын түрі жоқ. Теледидарда не айтса да жағдай түзелмейтін сияқты. Адамдардың қолында қару өте көп. ақштың ауруларды бақылау және алдын алу орталығының мәліметі бойынша 2020 жылы атыс қаруының салдарынан қайтыс болған америкалықтардың саны бұрын соңды болмаған деңгейге жетті. Ал былтырдың өзінде ақшта сатылған атыс қаруының саны 19 миллионға жуықтайды және қару ұстайтын америкалықтардың саны 84 миллионнан асады. Яғни әрбір 4-ші америкалықта қару бар деген сөз. Тағы бір мысал, америкалықтардың халқы жалпы жаһан халқының 5% құрағанымен әлемдегі жалпы атыс қаруының 45%-не иелік етеді екен. Демек, проблема шынында да өзекті. Талғат Алманов, әлем бағдарламасы үшін ақштан. Францияда президенттік сайлаудың бірінші кезеңі аяқталды. Оған сәйкес елдің қазіргі президенті Эммануэль Макрон сайлаушылардың 28%, ал оның басты қарсыласы Ұлттық бірлестік партиясының басшысы Марин Ле Пен 24% дауыс жинады. Үшінші орында 20% дауыспен әсіре солшыл кандидат Жан-Люк Меланшон тұр. Бір сөзінде ол Макронды тікелей қолдамаса да, жақтастарын екінші турда Ле Пенге дауыс бермеуге шақырды. Төртінші орынға шыққан ұлтшыл популист Эрик Земмур Ле Пенді қолдады. Мен барлық француздарды түрлі көз қарастарына қарамастан ұлттық бірлікке қосылуға шақырам. Біз бірлесіп жеңіске жетіп, қазір Францияға қажет кезеңді бастай аламыз. Еш нәрсе шешілген жоқ. Алдағы күндердегі дебаттар еліміз бен Еуропа үшін шешуші болмақ. Бұл сайлау осыдан 5 жыл бұрынғы сайлауға қатты ұқсайды. Онда да Макрон мен Ле Пен екінші турға шыққан еді. Ол кезде Макрон жеңіске өте сенімді жетсе, әлеуметтанушылардың пікірінше, қазіргі бәсеке одан әлдеқайда тартысты болмақ. Өз кезегінде Political Research сауалнама жүргізіп, екінші кезеңде Макрон 53% көрсеткішпен қайтадан президент болып сайланады деген болжам жасады. Осылайша Эммануэль Макрон кейінгі 20 жылда екінші мәрте президенттікке сайланған алғашқы ел басшысы атануы мүмкін. Өйткені оның басты қарсыласы Марин Ле Пен басшылық жасайтын ұлттық алаң партиясы Ресей президенті Владимир Путинге жылы қабақ танытатыны, Еуропа интеграциясына сыни көзқараспен қарайтыны белгілі. Сондықтан Ресейдің Украинаға шабуылы мен ондағы әскери қылмыстарын қатаң айыптайтын француз халқы Макронды таңдауға шешім қабылдауы әбден мүмкін. Бұл көктем талай елдің басына нәубет әкелді. Үндістанда аптап ыстық салдарынан ондаған миллион адам ауыз суға зәру болып жүр. Африканың шығысындағы халықта қуаңшылықтан зардап шегіп отыр. Ал қарақұрлықтың оңтүстігінде бұрын соңды болмаған тасқын. ақш халқы болса, орман өртімен күресіп әлек. Аптаның маңызды оқиғалары алдағы топтамада. ақштың Нью-Мексико штатындағы орман өрттері дес бермей тұр. Лаулаған жалыннан Руидоза қалашығына жақын жердегі мекендерде 150 үй тып-типыл жанып кеткен. Өрттің тез таралуына байланысты шаһардан адамдар эвакуацияланды. Мамандар жалынды сөндіруге жел кедергі келтіріп тұрған айтады. Ал Техастың орталығында ойран салған дауылдан 23 адам түрлі жарақат алды. Олардың 12-сі ауруханада, бір адам ауыр халде жатыр. Ақпарат көздерінің хабарлауынша, долы дауыл Техастан бөлек тағы бірнеше аймақта мінез көрсеткен. Салдарынан Айова, Небраска, Миннесотада электр желілері үзіліп, ағаштар құлаған. ақштың дауылдарды болжау орталығының айтуынша жақын арада табиғат апаты Миссисипи өзенінің бойымен тағы бірнеше оңтүстік өңірдегі штаттарда қайталануы мүмкін. Оңтүстік Африка Республикасының Квазулу-Натал провинциясында су тасқынынан опат болғандар саны 400-ге жуықтады. 40 мыңнан аса тұрғын жапа шеккен. Толассыз жауған жаңбырдан көптеген елді мекенді су басып, жолдар мен көпірлерді шайып кеткен. Аймақта іздестіру құтқару жұмыстары жалғасып жатыр. Билік бұл ел тарихында бұрын соңды болмаған су тасқыны дейді. Кей аудандарда бірнеше айлық мөлшерде жаңбыр жауған. Ауа райын болжаушылар жақын күндері елдің біраз өңірінде тағы да жауын жауып, су қоймаларының таситынын ескертті.
Филиппиндегі Мегид ауылынан опат болғандар қатары 170-ке жуықтады. Тағы 100-ден аса тұрғын үсті-үсті жоғалып кеткен. Су тасқыны мен лай көшкіннен 10 мыңға жуық үй мен ғимарат қирап, 400 мыңдай тұрғын уақытша орталықтарды паналады. Жалпы 2 миллионға жуық адам зардап шекті. Ауыл шаруашылығы мен инфрақұрылымға келген залал орасан. 200-ден астам жол мен көпір қирап, 80-ге жуық қалада жарық сөніп қалды. Тағы 3 шаһарды ауыз сумен қамтуда қиындады. Ондаған порт жабылды. Бұл Филиппинде кейінгі уақытта соққан екінші тайфун. Алғашқысында 370 адам ажал құшқан. Үндістанда жаз мерзімінен бұрын келді. Нью-Дели қаласында күн шыжып, 42 градустан асып кетті. Бұл әдетте сәуір айында тіркелетін ең жоғарғы температурадан 8 градусқа артық. Раджастхан, Гуджарат пен Утар-Прадеш штаттарында да күн ысып барады. Бұл аздай аймақта ауыз су тапшы. Ондаған миллион халқы бар өңірде су құбырлары жетіспейді. Жыл сайын Үндістанда аптап ыстықтан жүздеген адам көз жұмады. Африканың шығысындағы Сомали түбегінде бір жылдан астам жалғасып келе жатқан қуаңшылықтан 15 миллион адам зардап шегіп отыр. Құрғақшылықтан қызылша, сары безгек және тырысқақ індеттерді көптеп тіркеле бастады. Халықаралық сарапшылар аймақтағы жағдай жазға таман тіпті нашарлауы мүмкін деп, апаттың алдын алу үшін шұғыл түрде 130 миллион доллар бөлуге шақырды. Әзірге айтарымыз осы, келер аптаның жексенбісінде аман есен жүздескенше сау болыңыздар.